Целиноград ауданындағы Родина ауылында аулалар абаттандырылып, электр желілеріне күрделі жөндеу жүргізілуде. Биылғы күзге дейін ауылда жарықтандыру, көшелерді абаттандыру аяқталып, спорт алаңдары пайдалануға берілмек. Жаңа тұрғын үй кешеніндегі аула аумағын абаттандыру биыл сәуір айында басталды. Жоба облыстық бюджет есебінен жүзеге асырылуда. Бүгінде жұмыстың 75% орындалды. Балалар ойын алаңын орнату үшін қажет құралдар сатып алынды. Қиыршық тас төселді. Жобаның жалпы құны 440 миллион теңгеден асады. Данное время Қазіргі уақытта бізде 100 миллион теңгеден аса қаражат тапшылығы бар. Біз актілерді жаптық. Әзірге ақша берілген жоқ. Өз күшімізбен еңбектенудеміз. Қазіргі уақытта 20-ға жуық адам 8 бірлік техника жұмыс істеуде. Бізде футбол, баскетбол алаңы, теннис орталығы бар. Жоба бойынша теннис, баскетбол алаңы болған жоқ. Тұрғындар сұрауы бойынша біз және ауылдық округ әкімдігі ақылдаса келе, оны істеу қажет деген қорытындыға келдік. Жоба бойынша жөнделетін аумақ 27 мың шаршы метрден асады. Оның ішінде абаттандыру, жаяу жүргіншілер бөлігіне асфальт төсеу, автотұрақтар мен спорт алаңдары бар. Құрылыс 6 айға жоспарланған. Учаске басшысының айтуынша жұмысты қыркүйек айында аяқтау жоспарлануда. Бұл ретте елді мекенде электр желісін күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мердігерлер жұмысты өз қаражаты есебінен атқаруда және Родина агрофирмасы қаржылай көмек көрсетуде. Бүгінгі таңда жұмыстың 35% орындалды. Протяженность дороги у нас 3,2 километра. Жолдың ұзындығы 3,2 шақырым, 2 жолақты, ені 6 метр. Жолдың екі жағыда биіктігі 1 метр болатын қоршаумен қоршалған. Оның ұзындығы 2 метр. Сонымен қатар жоба шеңберінде ені 1,5, ұзындығы 2 шақырым болатын жаяу жүргіншілер жолы салынады. Ол жұмыстар да басталды. Жаяу жүргіншілер мен асфальт төсеу үшін жолдың орны дайын. Биыл күзде ауыл тұрғындары жаңа тротуар және жарықтандырылған көшелермен жүріп, спорт алаңдарында уақыт өткізе алады. Қолайлы ортаны құру экономикалық көрсеткіштер мен адамдардың өмір сүру сапасын жақсартудың маңызды факторы. Мақпалай Бабина, Вероника Цветкова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.